Асылдың сынығы бұл айдарымыздың бүгінгі кейіпкері қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаған Әбілхан Қастеевтің немересі Айсаным Қастеева. Ұлы далаға қаламымен жан бітірген Қастеевтің өзіне ұқсаған немересі бар екенін біріміз білсек, енді біріміз білмейтініміз анық. Дүйім жұртқа Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Амангелді Иманов, Жамбыл Жабаев, Біржан Сал сынды ұлы тұлғалардың портреттерін сыйлаған бірегей қаламгердің өмірі мен ұрпақтары туралы біз не білеміз? Ата жолын жалғап, қолына қаламды сергеткен Асылдың сынығын біздің тілшілеріміз іздеп тауып, арнайы бейнеөзік дайындаған еді. Соны бірге көрсек қалай болады? Жоғары талғам, қымбат киімдер, сән сұлулары мен кербез қимыл қозғалыс. Осы бір лакшери көріністің тереңінде Әбілхан Қастеевтің де бояулары жатыр. Атақты суретшінің шөбересі, бүгінде өз ортасына танылып үлгерген талантты дизайнер Айсаным Қастеева. Осынша ыждағаттылықпен салынған әр ою қымбат бағаланады. Біздің Қазақстан кейбір жұлдыздары маған уже заказ беріп, киімдерді заказға алыватыр. Бірақ енді қолөнер болғандықтан қарапайым халық ала алмайды мен киімді. Өйткені мен бағалаймын, осылай күні түні отырамын. Бір киімім бір айдан бастап 3 айға дейін созылады осы жұмысы. Айсаным атадан оза туған ұрпақтың санатынан. Өйткені оның бойына арғатасы Қастеевтің ғана емес, нағаш атасы Мұхит Калимовтың да өнері дарыған. Мұхит атамды мен сол кішкентай кезімнен өзім көріп, қасында өскен болатын. Оның мастерскойына өте көп баратынмын, мамам екеуміз. Ол қайтыс болған кезде де осы кисточкамен өзінің мастерскойында осы дүниеден кетті. Соншалықты жақсы көрген өзінің жұмысын. Осылай келген дарынның дүйім жұртқа жетпей қалуы да мүмкін еді. Неге десеңіз? Творчество менде қанымда болды. Кейбір кезде бала кезімде сурет салып, солай жүрдім, бірақ арман болған жоқ. Осы сурет салу, творчество жолын қуу. Мен кішкентай кезімнен маған әкем ағылшын тілін жаттатқан 10 жасымнан. Сол ол маған айтқан, әлем аралайсың, аударушы боласың деп маған солай айтқан, солай мен өстім. Ол қазір бір шаңырақтың ұйытқысы, кішкентай суретшінің анасы. Сондықтан әлем аралау туралы арманы кейінге қалды. Ал қазір бойындағы өнері оның өмірінің мәніне айналғандай. Университет қабырғасында өз туындыларын сала жүріп, бір туындының кейіпкеріне де айналды. Ол осыдан 3 жыл бұрын киносүйер қауымды жылатқан «Мен сені сүйемін Ақерке» фильмінде жолдасымен бірге басты рөлді сомдады. Жылаған кездерімде болды. Ютубта Ақеркенің видеоролигін, Азамат екеуі шынайы видеоролигін қарағанда өзім кішкене эмоцияға толып, жылап жіберген күндерімде болды. Бірақ енді өмір, біз Нұрлан екеуміз, жұбайым екеуміз өзіміз ішімізден өткізген рөлдеріміз болды. Фильм шынайы оқиғаға негізделген. Қатерлі ісіктен қайтыс болған өз замандасы туралы. Өнердегі перфекционистік көзқарасы мұнда да байқалды. Ол фильм үшін шашын түгел алып тастады. Өзім жалғастыратын шынымды айтсам ойым жоқ. Өйткені мен актриса емес. Өзім ұялшақ адаммын, сондықтан білмеймін. Мүмкін ұялшақтық актер үшін кемшілік шығар. Бірақ Қастеевтің бойындағы ұяңдық пен сабырлылық талай тылсым түстерді дүниеге әкелгенді. Айсаным қанмен берілгеннің құпиясын өзі де аша алмай келеді. Кейде менің жұбайымды сұрайды, қалай маған үйретші, көрсетші, қалай осы бояуды, қалай сезінесің, түстерді қалай қосуға үйретші деп сұраған кезде мен оны айта алмаймын. Ол менің қаныммен, ішімнен шығып жатады. Суретші талантының күштілігі соншалық, 3-ші ұрпағына дейін көпшілікті өнерімен тәнт етіп жүр. Айсаным атасының тегі әлі талай жерде айтылатынына сенімді. Өзін де танымал еткен осы атадан берілген асыл қасиет.